Амансыз ба? Ноғай тілді білмей сүйген бәрі инсанлар. Мен сізді хош көріп аламын. Емадың бас, эм, ершен мүшелері деген темада. Главные и второстепенные члены предложения. Орысшада. Сіз білесіз, емада бас мүшелер болады. Олар подлежащие, эм сказуемое, эм ершен мүшелер, олар айырғыш, толтырғыш, әл. Бүгін біраз толыша меске әрбір мүшелдің ақында өз ойымды айтпа сүйемін. Сіз незад білмее керексіз аяулы оқушыларым, тыңлаушыларым. Емадың бас мүшесі ол подлежащие, да? Подлежащие, сіз білесіз, кім, не, кімлер, нелер деген сұрауларға жауап болатаған ершен мүше. Подлежащие түрлі сөйлем кесеклеріме айтылмаға болады. Мысалы, ауысларман. Сен үйдегі істі еттің ме? Сен деген мұнда подлежащие ауыспан айтылған. Ол біздің ноғайдың ішінде бек белгілі, білімлі әдем. Ол деген подлежащиеде айтылған ауыспан. Яда міне айтайық, тыныш яшау құрауға көп құлықлар еттің сен. Сенден болады өзлік ауыз. Сыпатларман айтылады подлежащие. Яқшы көргенін айтар, яман бергенін айтар. Мұнда сыпат яқшы, подлежащие яқшы, эм яман. Сыпаттың яндағы ат түсіп қалған. Яқшы әдем көргенін айтар, яман әдем бергенін айтар деп айтпады ойлайды. Ама біз янда ат түсіп қалдырғамыз, эм сыпат айланған атқа. Аңғадыңыз ба? Сыпат глаголларман. Іслемеген, тіслемес. Күн көрмеген, күн көрсе, күндіз шырақ яқтырар. Іслемеген, нетпеген, іслемеген. Іслемеген ден подлежащие, кім іслемеген, подлежащие айтылған сыпат глаголман. Не үшін сыпат глагол? Не десе, мұнда сыпаттың, эм глаголдың белгісі бар. Бас глаголларман айтылады, подлежащие. Ятып оқу көзге зарарлы. Не оқу, подлежащие, зарарлы, сказуемое, да? Оқу айтылған бас глаголман. Санатларман айтылады. Мысалы, бүгін етіншілер, сегізіншілерді еңділер дейміз, да? Етіншілер деген подлежащие, еңділер сказуемое. Яда етеу біреуді күтпейді. Орысшада бар, да? Семеро одного не ждут деп. Етеу деген мұнда болады подлежащие айтылған сан атпан. Үн сөзлермен де айтылады подлежащие. Үн сөзлер, мысалы, алыста ура естілді. Ура ден мұнда болады үн сөзбен айтылған подлежащие. Көресіз бе? Тек подлежащие тек атпан айтылып қалмай, басқа сөйлем кесекілермен де айтыладылар, аяулы балалар. Енді қарайық сказуемеді. Подлежащие айтып осайым, бір сызықпан сызылады астына. Подлежащие, есіңді сақлаңыз, бір сызықпан сызылады. Грамматикалық айыруды еткен заманда. Сказуемое істі, әрекетті білдіреді. Не етеді, не етіледі, ол кім, ол не, ол қайды деген сұрауларға жауап болатаған бас мүше, главный член, да, бас мүше. Так, міне емесіге айтпа сүйемін, сказуемое. Қараңыз, сказуемое емадың бас мүшесі болады, подлежащие, эм сказуемое. Енді қараңыз, подлежащие мен ақында айттым, месіге қайдай сөйлем кесекті болатан. Енді білмей керексіз. Сказуемеді қайдай сөйлем кесеклерімен айтылатағаны. Глаголдың түрлі кеплерімен. Мысалы, қар яуса, шана yolға түседі. Түседі, бұл сказуеме айтылған глаголман. Атларман айтылады. Әрбір сөзі өткір қылыш. Мұнда сөзі подлежащие, ол сөзі не? Қылыш. Ол сказуеме айтылған атпан. Солай айтылады сказуеме сыпатпан. Күн бек ісі, түн бек ярық. Ісі, ярық деген болады сказуеме сыпатпан айтылған. Выражены прилагательнімді, орысша айтқанды, да? Санатпан. Біз үйде еті десек, да? Еті деген болады, мұнда сказуеме айтылған сан атпан. Ауыспан. Тамдағы отличниклер біз десек, яда іргедегі отличниклер біз десек, біз о болады сказуемое ема мүшесі,
айтылған ауыспан. Наречиемен. Бұл книга ноғайша. Ноғайша деген болады сказуемый, айтылған наречиемен. Солай-ақ сказуемый айтылады бар ем жоқ сөздермен. Біздің класста білімсіз оқушылар жоқ десек. Жоқ деген болады сказуемый. Міне қараңыз тағы бір керен таблицаға балалар. Қайдай сөйлем кесектермен сказуемый айтылады. Есіңізде тұтыңыз. Енді біз қарайық емадың ершен мүшелерін. Есімізге алайық. Второстепенные члены предложения. Толтырғыштан баслайық балалар. Емадың глаголман айтылған мүшесіне еріп, кімді неді, кімге неге, кімнен неден, кіммен немен, кім ақында, не ақында деген сұрауларға жауап болған ершен мүше толтырғыш деп айтылады. Дополнение. Толтырғыш балалар сызық, сызық, сызық деп асты сызылады. Есіңізде сақлаңыз. Толтырғыш сызық, сызық, сызық. Есте сақламаға қиын туыл. Дополнение. Мысалы, яйнап туған шуақ күн жылулығын мол төкті десек. Мол төкті неді? Жылулығын түсім келісті келгенде, ол болады толтырғыш. Төгерек яқ юрқаман явылды. Мысалы, қыста ақ юрқаман явылды десек, немен явылды? Юрқанман. Бұл болады толтырғыш балалар. Бізге бақты ол берер, көп мұратқа еткерер. Кімге берер? Бізге берер. Значит, yöneliş келісте келген толтырғыш. Мысаллар. Жемада біз бесін қоланамыз айырғышларды. Айырғышлар это определение. Айырғыш деген доқта есіңізге түйе түссін, түйе мойын түссін. Міне түйе мойында, түйедің мойыны или волна толқында асты сөйтіп сызылады. Айырғыш түйе мойын. Яда айырғыш толқын десек. Емада предметтің белгісін білдіріп, қайдай, қайсы, көппі деген сұрауларға жауап болатаған ерші мүше айырғыш деп айтылады. Айырғыш определение. Мысалы, қайдай біз заттық жерде яшаймыз, біз кең шөлде яшаймыз. Біздің аулақларда мол асылқлар өсөділер десек та, кең, мол деген қайды деген сұрауларға жауап болатаған мүше айырғыш болады. Енді қайдай сөйлем кесекілермен айырғышлар айтылатаған есіңізге салайым. Мысалы, ал еренің астыңда ары да бері кезерсің деп, ерда месіге бір сыдыра алдым да. Ал деген мұнда айырғыш айтылған сыпатпан. Сыпат глаголман айтылған мысал айтайым. Тамам сенде бар янымды мен беріп, иеліген мен сүйген елім ақында. Сүйген деген мұнда айырғыш айтылған сыпат глаголман балалар. Сыпат глаголман. Мысалы, бұл ерларды ерлайдылар біздім қызлар. Қайсы ерларды ерлайды? Бұл ерларды. Толқынлы сызықпан сызамыз, ем сұрау береміз. Қайдай, қайсы ерларды бұл деп. Немен айтылған? Көрсету ауыспан. Указательным местоимением. Солай-ақ айырғышлар айтыладылар санатларман, числительныйларман. Асан бірінші деріске кешікті. Кешікті қайсы деріске? Бірінші тізім санман, санатпан айтылған айырғыш болады. Сіз білесіз, санатлар бізде түп сан болады, ем тізім сан болады. Бірінші деген ол тізім сан. Сөз бірігуімен де айтылады. Сенің көзіңдегі көз яслар қуаныштың тамшылары деген демада. Сенің көзіңдегі қайсы көз яслар? Қайдай көз яслар? Сенің көзіңдегі. Сөз бірігуімен айтылған балалар. Есімізге тағы да бірген қайтарылайық. Айырғышлар айтыладылар. Сыпатпан, сыпат глаголман, ауыспан, санатпан, сөз бірігуімен. Көресіз бе, қайдай түрлі сөйлем кесеклермен айтылады екен айырғышлар. Өзікті бізде қалды әл. Әл обстоятельства. Сызық точка етіп сызылады. Емада істің орнын, заманын, себебін білдіретаған ерші мүші болады. Әл. Сіз білмей керексіз, бізде
көп әлілер бар. Әлі олардың әрбірісін айтып озайық. Біріншіле бар бізде орын әл. Айтқан заманда біз әлілердің түрісін. Сөз өзі аңлатады, ол қайда әл екен. Орын деген, ол орынды, местоды білдіреді, обстоятельство, место. Емада істің орынын білдіреді, қайерді болатырғаны. Мысалы, қу шөллерді қалқытып, қырдан сулар ақтылар деген сырада, қайдан ақтылар? Қырдан, қайдан? Бұл болады орын әлі. Қайдан деген сұрауға жауап болады. Заман әлі. Заман, өзіңіз білесіз, заман это время. Заман әлі, обстоятельство времени. Емада істің, еді әлдің заманын көрсетіп, қашаннан алып, қашанға дейім, қашанға дейім ұзақ па, көп па деген сұрауларға жауап отаған ершін мүше әл болады, балалар. Заман әл болады. Себеп мұрат әлдерді бізде бар. Емада істің не себептен ісленген білдіретағанда, не себеплі, не үшін? Мен түнөгін мектепке келе алмадым. Неге десе, ауырған едім. Не себеплі? Ауырған едім да, не десе, ауырған едім. Бұл болады себеп әлі. Солайық бар бізде себеп әлі. Солайық бізде бар кеп әлі. Емада істің кебін білдіретаған әлілерге, мүшелерге айтады кеп әлі деп. Қайтып, не етіп, неше кере қайғадер деген сұрауларға жауап болатаған мүше. Міне бүгін біз емадың бас, ершен мүшелер деген темады өттік. Мен ойлаймын, сізге аңламлыдыр деп, не десе, сіз оны орыс тілмен де теңлестірмеге боласыз. Тағы да біргелен қайтаралайық. Бас мүшелер, ол подлежащее, сказуемое, ершен мүшелер, айырғыш, толтырғыш, әл. Қайтсызлатағанда мен сізге көрсеттім. Сау болыңыз, аяулы оқушыларым.